Сонымен шетел көліктерін заңдастыру 23 қаңтардан басталады. Алайда конструктор түрінде Қазақстанға кірген көліктерді тіркеу мүмкін емес. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха сайман ретінде шекара асып кіргізілген көліктер тура солай сатылуы керек дейді. Тіпті болмаса, қайдан әкелдің сол жаққа шығарып таста дейді шенді. Разберите эту машину на запчасти, потому что это не машина, это запчасти. Вы же привезли ее как запчасти, вот и используйте как запчасти, продайте отдельно. Завезли двигатель отдельно, продайте двигатель отдельно. Пожалуйста, есть процедура. Можете еще вывести страну исхода. Как правило, это Япония. Теперь они, пользуясь тем, что государство идет навстречу, легализует добропорядочным гражданам, решили под эту марку легализовать, попробовать и вот эти. Раз мы пошли навстречу здесь, то, может быть, пойдем навстречу. Нет, не пойдем, я сразу говорю. Полицейдің сөзінше, бұл көліктердің иесі оның конструктор екенін біле тұра сатып алған. Жарайды, солай ақ болсын. Бірақ сол конструктордың бағасына Қазақстанда дені дұрыс көлік келмейтінін неге түсінбейді бұлар? Сайып келгенде қарапайым халық қой бармақ тістеп қалған. Ал бұндай адамдардың саны елде 5000-ға жуықтайды. Воздухтағы көліктердің де мәселесі қиын екен. Себебі машинаны заңдастыру талабында қай елде тіркеуде тұрса, сол елден тіркеуден шығарып кел деген пункт бар. Бұндайда не істеу керектігіне министрдің орынбасары мандатып жауап бере алмады. В России есть такой механизм: гражданин, владелец машины, может сам без машины прийти и снять с учета, чем, кстати, многие очень граждане воспользовались. Получилось так: он взял машину с техпаспортом, с государственным регистрационным номерным знаком, это про законопослушность, выехал из России, а через месяц гражданин России пришел и снял ее с учета. И получилось порядка, ну ладно, не будем сейчас уточнять, но большое, значительное количество таких машин, которые ни у нас, ни у них на учете не состоят. То есть, ну это, скажем так, не очень законопослушные граждане. Ал страховка арқылы шетел көліктерін Қазақстан азаматы тізгіндеуге бүгіннен бастап заңмен тыйым салынды. Алайда легализацияға жататын машиналарды шілденің 1-іне дейін полис арқылы айдауға болады. Қысқасы, қызықтың бәрі жазда басталайын деп тұр ағайын. Оны енді уақытында өмір көрсетеді.